Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздердің назарларыңызға веб интерфейс арқылы басқарылатын, яғни қарапайым браузерде басқарылатын ақылды үй жобасы. Ақылды үй болғанда, ақылды үйдің жай ғана элементтері, 3 элементін көрсетем, қалғанда басқа элементтерін осы арқылы жалғастыруға болады. Мысалға, бірінші шам деп тұр міне. Бірінші кнопка шамды жағады, екіншісі өшіреді. Мысалға, 10 дегенді бассақ, міне, шам жанды. Off деген кнопканы бассақ, шам өшті. 10 дегенді бассақ, міне, шам жанады. Off дегенді бассақ, шамды өшеді. Енді мысалға желдеткіш. Желдеткішті қарайық. Желдеткіштің орнына компьютердің кулері алынған. Оның орнына кәдімгідей желдеткішті немесе кондиционерді жалап қоюға болады. Алдымен 10 дегенді бастап, міне, желдеткішіміз айналды. Off дегенді бастап, міне, желдеткішіміз айналуын тоқтатты. Сол сияқты есікті осы арқылы басқаруға болады. Есікті немесе терезе барлығын осылай ашып жауға болады. Есіктің орнына мен мына сервомоторды қойдым. Есіктің ашылып жабылғанын көрсету үшін. Есік аш дегенде есік міне ашылды. Жап дегенде есік жабылады. Сервомотор мысалға жап дегенде 180 градусқа бұрылады, аш дегенде 80 градусқа бұрылады деп бағдарламасында жазылған. Есікті аш дедік, міне, есікті жап дедік. Тап сол сияқты мысалға желдеткішті. Желдеткіш қосылды. Мына кнопкаларды атын өзгертіп қоюға болады. Қос, ажырат деген сияқты алып. Шам жағатын болсақ, қос десек, 10-ды бассақ, шам жанады. Off-ты бассақ, шам өшеді. Вентилятор, яғни желдеткіш. 10-ды бассақ, қосылды желдеткіш. Off-ты басқанда желдеткіш тоқтайды.